жоңғар әскерінің тар тау шатқалына бара жатқан жолында Жәңгір Сұлтан жауынгерлері адам бойына тең ор қазады. Ал оның артына биік жер үйіндісін жасап 300 сарбазды орналастырады. Жәңгір болса, қалған 300 жауынгермен бірге 45 градусқа еңкейген таудың баурайына жайғасады. Егер бұрын қазақтардың тактикасы жауды айдалаға алып кетіп, өздері әртүрлі бағытта шашырап, содан кейін оны ашық аймақта қарсы алып қирату болса, бұл жолы Орбұлақтың тар шатқалында жол өтетін жерге қорғаныс тұзағын салды. Күн батқан кезде Батыр Қонтайшы әскерімен тұзақ құрған жерге жақындағанда, оның әскерлерінің алдыңғы бөлігі шабуылға ұшырайды. Ол үшін бұл күтпеген жағдай. Өйткені бұған дейін ұлы далада ешкім ешқашан ор қазып, қорғаныс үйінділерін жасап соғысқан емес. Жағдайды бағамдай келе, Батыр Қонтайшы жауынгерлеріне шабуылға шығуға бұйырады. Алайда